Ассалому алейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Мен бүгін сендерге осы блог сурутта қандай обновление шығатынын айтып беремін. То есть новогодний обновление и барлық обновленияда не болатынын айтып беремін. Өйткені мен блог сурутты көп ойнағам, мен новогодний обновление қандай болатынын білемін. Олардың барлығы осындай бірдей болады. Әр жыл сайын осындай обновление болып тұрады. Мен көп ай видео шығармай кеттім, осы бір ай бойы видео шығармай кеттім. Мен сағынып қалған шығарсыңдар. Ал енді ютубты жарамыз кеттік. Бізде каждый жыл сайын новогодний обновление болса, осындай островтар пайда болады. Негізі бұл остров бізде последний остров еді, одан кейін тағы да тике шықты. Осындай островта бізде новогодний обновление болады. Осы островқа бізге бүкіл ивенттердің барлығын, NPC новый барлығын осы островқа әкеледі да тығып жібереді. Енді осы жерде талпа адам, барлық қызық баунти хантерлер бәрі осы жерде болады. Ал кеттік тағы астырып айтамыз. Ал сендерге ең қызық жері осы ақ жер бар ғой, осы центр. Осы островтың центрында осындай подарок пайда болады. Әр сағат сайын осындай подарок пайда болады. Оны сендер осы островта жүрсеңдер, осындай подарка шашылады. Қанша игрок бар, сонша игроктың бәріне сол подарка беріледі. Сендер ол подарканы ашасыңдар да, сендерге рандом фрукт түседі. Енді одан 3%, тағы да 3%-пен сендерге новогодний плащ түседі. Ол плащ менде бар. Сендерге де түсіріп алсаңдар болады. Ол енді әдемі көрінетін плащ. Ал енді бізде тағы да NPC-лар шығады. Олар бізге көп нәрселер береді. Олардың жүретін жерлері көп. Олар особнякта, кафеде, көп жерлерде жүреді. Сендер оларға осындай конфеттерді обмен етесіңдер. Осындай 50 конфет, 75 конфет, 100 конфетке сендер 15 минут, 10 минут или 30 минут сондай 2x опытқа обмен етесіңдер. Сондай кайф. Ал бізде екінші NPC ол жадный эльф. Жадный эльф сендердің конфеттеріңді фрагментке обмен етеді. Сендер оған 50 конфет берсеңдер, ол сендерге 200 фрагмент береді, сондай. Сендерді бұл да жақсы, тез обмен етіп алуға болады. Фрагменттер тез фармить етуге болады осының арқасында. Ал бізде үшінші NPC ол Санта Клаус. Сендер одан осындай шапка Санта Клауса и шапка эльфа, сосын осындай лодка аласыңдар, Сани деген. Осы үшеуін сендер 250-500 мың конфетке обмен етіп аласыңдар. Ал сендерде енді сұрақ болып тұрған шығар, енді конфеттерді қалай жинаймыз деген. Ал оны ответ берейін. Ал конфеттерді жинау үшін сендер осы ойындағы любой NPC-ді барасыңдар да өлтіре бересіңдер. Любой NPC-дан 25% шанспен сендер конфеттерді жинайсыңдар. Конфеттерді жинау негізі оңай. Сендер NPC-ларды читпен өлтіре бересіңдер деп қойсам. Читпен ойнамаңдар, читпен болмайды мұндай. Ал біз видеоның соңына да келдік. Мен сендерге осы обновленияда не болатын примерно айтып бердім. Ол обновление бізде типа декабрьде болады. И ол анау подаркілер 10 күн ба, сондай 5 күн ба, 10 күн ба, соның арасында ғана болады. Сондай ивент өте аз уақыттың ішінде болады. Сендер барлығын жинап, барлығын алып үлгереді деп ойлаймыз ал. Ал видеоның соңына да жеттік. Видеоны көргендеріңе рахмет, подписка істеп қойыңдар. А если сендер блог суруттан аккаунт, анау или басқа да ойыннан да аккаунттар алғыларың келіп жүрсе арзанға, онда менің телеграмыма жазыңдар, личкаға. Мен сендердің барлықтарын күтемін. Осындай телеграм Нұреке Нежный Волков деген. Осы жаққа жазыңдар, сендерге барлық аккаунттарды сата аламын.